Ел арасында КСРОның құрдымға кеткені, немесе оның белгілі бір сценарийлерде шынымен гүлденгені туралы даулар әлі де жалғасуда. Бұл тақырыпта ондаған диссертациялар мен ғылыми жұмыстар жазылған. Бірақ іс жүзінде бұл тақырыпты бірнеше минуттық видеода талдауға болады. Сонымен басынан бастайық. 1991 жылғы 17 наурыздағы бүкіл одақтық референдумға сәйкес КСРО тұрғындарының 77% одақты сақтауға дауыс берді. Және референдум нәтижелі болды. Оған барлығы 150 миллионға жоқ адам қатысты. Ол қызық парадокс жасады. Өйткені іс жүзінде жалпы халықтық дауыс берудің нәтижесі кез келген президент немесе көсемнің қалауынан әлде қайда үстем болуы керек еді. Ресей, Украина және басқа да елдердің билеушілері референдум нәтижелерін заңсыз немесе ескірген деп мүмкіндігінше заңды түрде тану үшін көп күш жұмсауға мәжбүр болды. Осы күнге дейін КСРОның көптеген фанаттары осы дауыс беруге сүйенеді. Алайда ескеру қажет бірнеше фактілер бар. Біріншіден, дауыс беру одақты сол күйінде сақтау туралы болған жоқ. КСРОның тең құқықты және егеменді республикалардың жаңартылған федерациясы ретінде сақталуы туралы сөз болды. Референдум тұжырымдамасы болоңғыр және түсініксіз еді. Бюллетенде иә деп белгілей отырып, адамдар КСРОны сақтап қалуға да, өз елінің тәуелсіздігін алуға да дауыс берді. Өйткені референдум жаңа одақтың, тәуелсіз мемлекеттер одағының құрылуын білдірді. Жаңа бірлестік осылай аталуы керек еді. Осылайша кеңестік атаулардың префиксі жоғалып кетті. Одақ құрамындағы республикалар тікелей эфирде өздерінің тәуелсіздігін жариялады. Және Горбачев бастаған мемлекет басшылығы федерацияны реформалау үшін кез келген нәрсені ойлап табуға тырысты. Оны сол шекараларды сақтап қалу үшін тіпті коммунистік партияны таратуға дейін барды. Бірақ бұл идея сәтсіздікке ұшырады. Және референдумның өзі күдік тудырды. Өйткені Латвия, Эстония және басқа да елдер референдумды өткізуден бас тартты. Ал егер осы референдум өз нәтижесін беріп, КСРО өз шекарасында сақталып қалғанда, немесе Горбачевтың жаңа құру саясаты жүзеге асқанда, 2023 жылға қарай КСРО қандай болуы мүмкін еді? Елестетіп көрейік. Бірінші нұсқа. Дамыған КСРО. Ақысыз білім мен тегін медицина. КСРО азаматтары болашақта ешқандай ұлтаралық жанжал жоқ. Ақысыз білім мен медициналық көмек көрсететін керемет ел болады деп санайтын. Сондай-ақ әлеуметтік салалар мен ғылыми техникалық салалардан үлкен жетістіктер күтетін. Егер де Горбачев мырзаның жаңа құру саясаты сәтті жүзеге асқанда, одақтағы білім мен медицина деңгейі батыс елдерінен әлде қайда алда болуы мүмкін еді. Марсты бағындыруға Илон Масктан бұрын кірісер еді. КСРОда дамыған ғарыштық бағдарлама болды. Және мамандар Айды, Марсты және Венераны отарлау туралы ойлады. Өзге планеталарды зерттеудің перспективалық бағыттары болды. Мәселен, Балтенконың әлемнің жағалауы кітабында, немесе Барменнің ғылыми еңбектерінде сипатталған звезда, өзге ғаламшарларды отарлау жобасы шын мәнінде болған және егжей-тегжейлі талқыланған. Қазіргі кезде Ресейде ауыр зымыран тасығыштың болмауы басты проблема. Егер одақтың құлауынан туындаған ғарыштық дамудың ұзақ мерзімді тоқырауы болмаса, онда ай бетінде бірнеше кеңестік база орналасуы мүмкін еді. Арал мәселесінің толық шешілуі. 1950 жылдар пайда болған КСРОның ғаламдық жобаларының бірі Сібір өзендерінің бұрылуы. Бұл тек 1970 жылдардың ортасында қабылданды. Кошелевтің Сібір суларын Арал Каспий бассейніне берудің бірінші жобасы туралы кітабында келтірілген мәліметтерге сәйкес, оңтүстік облыстарды қалпына келтіру үшін Обь пен Ертіс арналарын әртүрлі жолдармен өзгерту жоспарланған болады. Сонымен қатар, кеме қатынасы арналары Қара теңізден Парсы шығанағына дейінгі жаңа көлік жолының маңызды бөлігі болуы керек еді. Бұл жоспарлар 21 ғасырдың екінші онжылдығында жүзеге асырылуы тиіс болады. Құрлықта байланыстыратын автожол. Дам-Сити. Бұл КСРОдан шыққан тағы бір қызықты жоба. Кеңес инженерлері Беринг бұғазында оларды автомобиль жолмен байланыстыратын бір қатар қалалар құруды жоспарлады. Осылайша, олар екі құрлықты бір тұтас көлік желісіне қосқысы келді. Нарықтық экономика. Сандарға көз жүгіртетін болсақ, КСРОның үлкен проблемасы жалпы тапшылық және экономикалық теңсіздік болды. Бұл көбіне жоспарлы экономиканың салдары болады. Вассерман өзінің жаңа социализм атты еңбегінде есептеулерге де жүгінеді. Оған сәйкес, халық саны 300 миллион адамнан асып кетсе, КСРО әлеуметтік қауіпсіздік пен
нарықтық экономикаға толықтай ауысар еді. Егер 1979 жылдағы санақты негізге ала отырып есептеп көрсек, 90 жылдардың аяғында КСРО халқы 300 миллионға жетер еді. Демек, экономика бүгінде мүлдем басқа сценарий бойынша дами алатын еді. Екінші нұсқа – тоталитарлы КСРО. Бұл нұсқада бәрі нашар болады. Партия басшыларының халықтың өмірін өзгертуге байланысты ойлары мен жоспарлары жай ғана популистік ұран деңгейінде қалып, шенеуніктер бұрынғы тірліктерін жалғастыра береді. Горбачевтың билігі тұсында КСРО мен ақш арасындағы жарты ғасырға созылған саяси әскери тайталастың қарқыны бәсеңдеп, шарықтау шегіне жеткен болатын. Алайда бұрынғы тоталитарлы КСРО сақталғанда ақш пен арада жылымық кезеңі орнамайтын еді. Екі ел арасында ядролық қару жарысы жалғасын тауып, КСРО халқы батыс елдерінен қайта оқшаулануы мүмкін еді. Бұндай сценарий КСРО үшін жақсылық әкелмейтін. Себебі 80 жылдардың аяғы мен 90 жылдардың басында батыс мәдениеті мен технологиялық жетістіктерін жаппай тұтына бастаған КСРО халқы бұлыңғыр тоталитарлы әлемге оралуды қаламайды. 18 наурыздағы референдумның өтуінің өзі үлкен жанжалдар мен қарулы қақтығыстардың барысында жүзеге асты. Осы референдумның арқасында Ельцин мен Горбачев билігі күшпен одақты өзінің территориясында сақтап қалды деп есептейік. Мұндай жағдайда билеуші тап өкілдері бұрынғы басқару моделінен бас тартпаса, одақтың ақыры өте аянышты әрі қайғылы аяқталуы мүмкін еді. Референдумнан кейін билеуші партия өз бағытын өзгертпей, реформалар жүргізбесе, бүкіл одақтық митингтер мен наразылықтарға алып келетін. Билік пен халық арасында үлкен қақтығыс орнап, арты революцияға ұласады. Революция болған жағдайда одақтың тағдыры екі бағытта өрбуі мүмкін. Бірінші нұсқада көтерілісшілер өз дегеніне жетіп, билікті құлатады. Сөйтіп КСРО уақытша болса да мемлекет ретінде сақталады. Ал екінші нұсқада билеуші партия көтерілісті күшпен басып жаншып, мыңдаған адам өліммен тоқтатады. КГБ компартияның нұсқауымен Сталин заманындағыдай халықты қатаң бақылауға алып, КСРО Солтүстік Корея іспетті жабық мемлекетке айналар еді. Ал қазақ халқының күйі не болар еді? Біріншіден, қазақ тілінің жағдайы қыл үстінде тұрды десек, артық айтқандық емес. Қазақтар одақ көлеміндегі орыс тілін меңгерушілердің арасында бірінші орында тұрды. Тіптен 1989 жылғы көрсеткішке сүйенсек, қазақтардың 61,9% орыс тілін меңгерген. Ал осы уақытта көршілес қырғыздардың 35,2% орыс тілін білсе, өзбектердің тек 23,8% ғана орыс тілінде сауатты болған. КСРО бұл нәтижеге жету үшін мынадай айла шарғыға барған. 1984-1990 жылдары Қазақ КСР оқу ағарту министрлігіне қазақ жастарының РКФСР педагогикалық институттары мен университеттерінің орыс тілі мен әдебиеті факультеттеріне конкурстан тыс жыл сайын 50, Украинаға 150 адам қабылдау тапсырылды. Екіншіден, барлық оқу орындарында орыс тілін үйретудің тиімді әдістерін енгізу. Жергілікті халықтан орыс тілінің ғылыми мамандарын дайындау. Аспирантураға қабылдау және одан кейінгі кандидаттық минимум тапсыру бағдарламасына орыс тілі мен әдебиетін енгізу. Балабақшалардың ересек топтары мен дайындық сыныптарда орыс тілін үйретуді ұйымдастыру. Үшіншіден, ұлттық мектептердегі орыс тілі мен орыс әдебиетінен білім алатын студенттерді шәкіртақымен қамтамасыз ету бекітілді. Сонымен қатар, барлық оқу орындарында орыс тілінен сабақ беретін мұғалімдердің жалақысын 15%-ға көтеру тапсырылды. Осындай құйтырқы саясат жалғаса бергенде, қазақ тілінің жойылып кетуі әбден мүмкін еді. Жерден айырылу қаупі. 1989 жылғы санақ бойынша республикадағы қазақтар үлесі 40% ғана болды. Қазақстанда үлесі жағынан екінші орында 40%-ға жуық орыстар, үлесі 10-11% көлеміндегі украин, неміс, татар және басқа ұлттар тұрды. Егер КСРО құламағанда, өзге ұлттардың диаспорасы Қазақстаннан көшер ме еді? Шеттегі қазақтар елге оралар ма еді? Демек, қуатты экономиканы, дамыған ғылымды көксегенімізбен КСРО құламағанда тарих сахнасынан жойылып кетер ме едік? Кім білсін?